Достар, жалпы қазақтың дәстүрлі дәмі туралы сөз болса, ойымызға бірден құрт, ірімшік, сары май келеді. Мұның бәрі сиыр сүтінен жасалатын баршаға мәлім. Алайда небәрі 100 жыл бұрын осы тағамдар қой сүтінен жасалғанын білесіз бе? 20 ғасырдың басына дейін қой сүті қазақтың сүт мәдениетінің, яғни сүттен жасалған тағамдарының негізі болған. Ал 17 ғасыр соңындағы зерттеулерге сенсек, кіші жүз қазақтары негізінен жылқы мен қой баққан, ал сиыр мен түйенің үлесі 0 мен 1% аралығында болған. Этнографиялық экспедицияның мәліметтері бойынша 1922 жылға қарай қазақ отбасында сүт тұтыну құрылымындағы сиыр сүтінің үлесі 10% ғана болған. Көшпелі өмір салтында қой мен жылқы негізгі мал саналды, ал сиыр көшке шыдамайтын, әрі қыста көбірек күтімді қажет ететін төл болғандықтан оны көп асырауды қажетсінбеген. Алайда уақыт өте келе бұл тәжірибе саябырлап қалды. Отаршылық кезеңде жағдай өзгерді. Қазақтардың сиыр ұстауы көрші халықтармен байланыс, қоныстандыру саясаты және де сауда басымдылығының өзгеруіне байланысты болды. Біртіндеп сиыр пұл болатын құнды малға айналды. Совет заманында бұл трансформация күшейді. Индустриялық масштабқа, фабрикада қайта өңдеу мен стандартталған шикізатқа көбірек көңіл бөлінді. Сиыр сүті жүйеге тиімді болды. Ал қой ет пен жүн үшін ұсталды. Осылайша қой сүті қазақ қоғамының тағам туралы түсінігінен алынып тасталды. Қой сүті жайында халықта қойдың сүті қорғасын деген ұғым бар. Жалпы құнары жағынан қой сүті сиыр сүтіне қарағанда анағұрлым артық екенін де айта кету керек. Сиыр сүтінде 2640 килоджоуль болса, қой сүтінде 4340 килоджоульді құрайды. Құрамындағы майдың көптігі 2 есеге жуықтайды. Қой сүтінде 6,7% болса, сиыр сүтінде небәрі 3,6% ғана құрайды. Және де ақуыздың көптігі 2 есеге жуықтайды. Қой сүтінде 5,8% болса, сиырда небәрі 3% ғана құрайды екен. Яғни қой сүті сиыр сүтіне қарағанда құнарлы екенінің дәлелі осында. Қой сүтін үйде түзде қайнатып шумен бірге одан айран, қатық, кілегей қаймақ, сүзбе, уыз тіпті құртта жасаған. Деректерге сенсек, қой сүтінен жасалған құрт ең құнарлы деп саналған. Яғни қой сүтін жинап, кейін қайната отырып қоюландырып, қапшыққа қойып, суын сорғытып, шағын етіп домалақтап немесе қолмен сығымдап әртүрлі пішінде құрт жасаған. Сүзбені тұздап жасағаны ащы құрт, пішіні қалың дөңгелек түрін баспа құрт, шала кепкен түрін жас құрт, қатты ашыған іркіттен қайнатып жасаған түрін қара құрт, саусақпен сығымдап жасағаны сопақша құрттарды сықпа құрт дейді. Кептірілген құрт қысы жазы бұзылмай 1-2 жыл пайдалануға болады. Құрттың құрамында кальций, калий, темір сияқты дәрумендер мен ақуыздарға, пайдалы қышқылдарға бай болғандықтан оны кеңес үкіметі кезінде ғарышкерлер мәзіріне қосқан. Құрт асқазанның жұмысын жақсартып, бойдағы суықты шығарады. Тұмауға қарсы иммунитетті күшейтіп, бауыр мен бүйректің қызметін жақсартады. Құрт балалар үшін нағыз дәруменнің көзі. Қазіргі кезде сиыр сүтінен, түйе, ешкі сүтінен тіпті саумал қосылғандарда құрт түрлері кездеседі, бірақ қой сүтінен жасалған құрт тым аз десе де болады. Қазіргі кезде сиыр, түйе, ешкі сүтінен тіпті саумал қосылғанда құрт түрлері бар, бірақ қой сүтінен жасалғаны тым аз, тіпті жоқ десе де болады. Достар, жалпы қойдың сүтінен жасалған құрттың дәмі қандай болады екен? Татып көргендеріңіз болса, пікір бөліміне жаза кетіңіздер. Біз бұл жолы қой сүтіне жасалған құрт жайында сөз қозғадық. Келесі шығарылымда қандай тақырыпты қамтығанымызды қалайсыз? Комментарий бөліміне жаза кетіңіз және лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.